Бір күннің бірінде мен пәтер жыладым. Сол пәтерге шаршап барып ұйықтайын дедім. Жұмыстан шаршап келген соң тым сезбей ұйықтап жатқан едім. Сағат уже 2-лерден аса бастады. Жұмыстан шаршағаным соншалықты түн жанында екем. Және сол ұйықтап жатқан кезімде бір дауыстар естідім. Ол төбедегі көшеден естіле бастады. Тұрып қарасам, қатты дауыстар, бір соққан дауыстар. Сөйтіп мен шаршағанымды қояшы едім бе, ұйықтауға бел будым, жастықпен жауып. Келесі күнде сондай нәрсе тағы да қайталанды. Соның кесірінен тұрдым да ашуланып бардым. Көршінің бөлмесіне барып, ашуланған түріммен есігіне жақындап қаға бастадым. Ол көрші жауыз деп ойлап едім. Бірақ бір қарасам ішінен сүп-сүйкімді әже шығады. Мені тамаққа шақырады. Сон себебінен ашуланғанымды ұмытып қалдым. Және ішіне кіріп, шай ішіп отқанымда әже маған қасыма келіп, жейсің бе деп тәттап келді. Сол кезде мен ойламастан тәттіні жеп едім, бірақ қақала бастадым. Әже тәттіге және маған қарай берді. Зорға шыдап өзімді күшіммен қаттырып едім кеудемнен. Сол кезде бәрі басыла қалды. Қайттан сол себептен сразу ашуланып бөлмеден шығып кеттім. Бұл не болды екен деп ойланып, өзім бөлмеге барып тағы да ұйықтап алайын дегем. Тағы да ұйықтар бастап едім, тағы да сол дауыс. Кеселер сынады, тағы басқа. Сөйтіп ашуланып, енді бәрін шешемін деп барған едім. Есігін тақылдатып отырмын. Ешкім шықпайды. Содан кейін қарсы бөлмеден бейтаныс бір ата шығады. Неғып ашуланып тақылдатып тұрсың? Маған көрші ұйқы бермеді. Уже 2-3 күн болып қалды. Сол сұрайын дегем, не үшін себебін. Қаншама рет уже тоқылдаттым, келмеді. Қандай көрші? Бұяқта ешкім тұрмайды ғой. Мүмкін тағы да біреу сен сияқты, бір жынды біреу сияқты. Бұяқта ешкім тұрмайды. Уже 8 жылдан бері қақалы болып қалған дейді ол апаны. Сонда кеше кіммен шай іштім мен? Жарайды. Сау болыңыз, рахмет. Мен осылардың бәрі жынды қылатын болды бір күні. Нешіншісі мына өзі? Кім болды екен сонда? Кеше мен сонда кіммен тамақ іштім? Или түсім бе екен? Сол кезде үйден шығып кетуге бел будым. Және терезесінен қарап тұрсам, шынымен дағы ескі бұзылған үй екен. Терезесіне мән беріп қарап тұрғанымда ішінен біреу шықты. Ол ана кездегі апа болатын. Бірақ бұл жолы әдемі емес, сүйкімді емес, қорқынышты. Күлгені, қолындағы шәйнегі. Ұнаса тіркелуді ұмытпа, лайк ба.